Қанша Қазақстанды аралап жүрміз, бірақ Жезқазған сияқты қоқыс қалашығына айналып кете жалдап отырған қаланы біз сіздің өңірден көрдік. Сіз қанша жерден енді кереметтей баяндама жасағаныңызбен сіздің жұмысыңызға 9 айдың қорытындысы бойынша үкімет баға беріп қойды. Ең соңғы нәтиже 3 артта қалған өңірдің қатарына кірдіңіздер. Оны енді мен айтпасам, мен сізге айтайын неге. Енді нақтылау сұрағымды қоя кетейінші. Халықтың жергілікті атқарушы билікке деген сенімі азайған, медициналық жағдай әлгіндегідей, қала болса қоқыс қалашығына айналып кеткелі тұр. Енді осындай жағдайға жеткізу үшін қалай қызмет ету керек? Енді қаланы жеп көру керек па, немесе салғырттық па, бұл қызметке қалай түсіндіресіз? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Мен жаңа баяндамада да айттым, сұраққа да жауап бердім. Бізге ондай проблема бар. Болды. Қазір ол проблема реттелді. Жаңа мердігер келді. Қазір біз сонымен қатар мен жаңа баяндамамда атап өттім. Жаңа контейнерлер алып келдік. Жалпы, мысалы, Жезқазған облыс орталығында 780-ге жуық контейнерлер болса, оның 60% тозған болған. Біз осы жылы 502 рет 250 контейнерден 500 контейнер сатып алдық. Сонымен қатар бізде 170 жаңағы қатты тұрмыстық қалдық алаңдары бар. 170. Соның 100-ін жөндедік қазір. Сіз болғанда как раз сол жұмыстар енді жүргізіліп жатқан. Енді қазір ол бітті, келесі жылы толығымен бітіреміз, жаңа бәрін 100% жаңартамыз. Қоқыс алаңдарын, қоқыс контейнерлерін. Енді жаңа подрядчик келді, қазір кадр тапшылығы ондай жоқ. Енді жаңа 9 ай қорытындысы берген баға бойынша мен сізге атап өтейін. Бізде жаңа өнеркәсіптен төмендеу болған. Мен жаңа баяндамамда да айттым, бізде 70%, экономиканың 70%-ын жаңа өнеркәсіп құрайды. Соның ішінде 95%-ын қазақмыз. Сол жомартта болған жағдайға байланысты бізде жаңа мыс өндіру, мыс байыту, сонымен қатар тау-кен өндірісі төмендеп кетті.